Ничего не понимаю. Непонятно. Сейчас. Ты чего? Не знаешь, какие волки бывают? Не знаю. Қасқыр болғым келеді. Дәл осылай армандаған кішкентай қошқар өзге жануарлардан ерекше болуды қалайды. Жас көрерменнің кеуілінен шыққан осы қойылым Шымкент Қуыршақ театрының 43-ші маусымының қорытындысы. Бүлдіршіндердің сүйікті мекеніне айналған өнер ордасы бұл белесті табысты түйіндеп отыр. Қуыршақ театрының актері Ақберді Мұсақұлов өнер ордасында 10 жылдан бері қызмет етіп келеді. Айтуынша, сахнада өнер көрсету үлкен жауапкершілікті талап етеді. Себебі бүлдіршіндердің көңілінен шығу, олардың назарын аударту және шынайы эмоция сыйлау оңай емес. Балалардың күлкісі мен ықыласы актерлерге ерекше шабыт сыйлайтынын айтады. Егер бізде зал толып отса, ол кезде қоса шабыттана ойнайсың. Егер азын-аулақ болып қалған жағдайлар болады, ол кезде өзіңде көңіл күйің түсіп кішкене өзіңе де қызық болмай жатқан сияқты болады. Ал егер залда толып болып отса, адам толып отырса, ол кезде одан сайын керемет ойнауға тырысасың ол кезде. Ашық аспан астында бүлдіршіндерді ертегі кейіпкерлері қарсы алды. Олар балалармен бірге би билеп, ойын ойнап, театр әлемінің ғажайып сәттерін бірге бөлісті. Сталдың ба бәлем, енді жібермеймін. Құрметті көрермен, дәл қазір мен бір сәт балалық шаққа оралғандай күйде тұрмын. Себебі мұнда біздің бүлдіршіндер сүйіп көретін Тазша бала, Алдар көсе, алып көбелек сынды ертегі кейіпкерлерінің сахналық қуыршақтары мен киімдері жабдықталған бөлмеде тұрмыз. Дәл қазір Шымкент қалалық Қуыршақ театрының залында біздің кішкентай бүлдіршіндерге қасқыр болғым келеді ертегі спектаклі ұсынылуда. Жалпы бүгін 2025-2026 жылғы Қуыршақ театры өзінің 43-ші маусымын қорытындылауда. Жалпы биыл театр үшін үлкен жетістіктер мен шығармашылыққа толы жыл болды десек болады. Маусым барысында театр ұжымы халықаралық фестивальдерде де танылды. Ақтауда өткен фестивальде Керқұлатты Кендебай қойылым мен ұлттық дәстүрді сақтаған үшін номинациясын иеленсе, Қызылордаға және Өзбекстан еліне гастрольдік сапар жасап, қойылымын көрермен назарына ұсынды. Алдағы уақытта біз әрине осы маусымның жабылуымен осы Шымкент қаласының тұрақты көрермендермен, бүлдіршін балапандармен қоштаспаймыз. Жаңа маусымда қайта қауышамыз деген ойдамыз. Жаңа қойылымдарды біз алда жоспарлап отырмыз. Оларды осы бүлдіршін балапандарымызға тарту ететін боламыз. Олардың қатарында театрға үзбей келіп, әр жаңа туындыны асыға күтетін тұрақты көрермендер де бар. Біз Қуыршаққа көп келеміз, мультфильм көреміз, мультфильмдегі кейіпкерлерді көреміз, бәрін көреміз. Театрларыңыз маған ұнайды. Өзім ертектер ұнайды маған. Сіздерге келіп тұрамыз. Бүгінде театрдың шығармашылық құрамында 14 өнерпаз еңбек етеді. Қазақ және орыс тілдерінде өнер көрсететін сахна шеберлері жаңа маусымға жаңаша серпінмен тың жобалармен келмек ниетте. Қарлығаш Байгөбек, Руслан Насиров, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтар қызметі.